Бейнероликті бастамас бұрын арнамыздың серіктесі 1xBet букмекерлік компаниясы бізге керемет мүмкіндіктер сыйлағанын айта кетпекпін. Төмендегі сілтемеге өтіп, дәл осы промокодты терсеңіздер, компания сіздерге керемет бонустарды сыйға тартады. Егер спорттан хабарыңыз мол азамат болсаңыз, 1xBetке өтіп, ақшалай жеңістерге жете беріңіздер. Олай болса, промокодпен барлық сілтемелер төменде. Ассалаумағалейкум, футбол сүйер сіздермен футбол әлемі. Әр футбол жанкүйерінің қайта-қайта көре бергісі келетін сүйікті матчтары болады. Сіздердің де сондай сүйіп көретін ыстығы ықыласпен еске алатын матчтеріңіз барына біз 100% сенімдіміз. Ал футбол әлемінің нұсқасы бойынша Жандос Абылайханның ең сүйікті көрген матчтары қандай екен? Бүгінгі бейнеролик тап осы тақырыпқа арналады. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Менің ең сүйікті матчтерімнің арасында 5-ші орынды 2006-2007 маусымындағы Мадридтік Реал мен Барселона арасындағы 3-3 есебімен аяқталған классико алады. Осы матчты тікелей эфирде көрмесем де, жай обзорының өзі ғана қаншама эмоция сыйлайды. Екі командада кезек-кезек гол соғып, оңайлықпен жеңіле қоймайтындықтарын көрсетіп, өте керемет футбол ұсынды. Фабио Капелло мен Франк Райкардтың, Рональдиньо мен Рауль Гонсалестің бәсекелестігі, Лео Мессидің классикодағы хет-тригі және қос команданың соққан 6 голы Камп Ноуға жиналған 98 мың жанкүйерге ұмытылмас эмоция сыйлағаны айқын. Төртінші орынға Дортмундтық Боруссия мен Шальке арасындағы өткен 2017 жылғы таңғы жайып матч жайғасады. Бұл матч тек Шалькенің фантастикалық камбэгімен ғана емес, Гельзенкирхендті клубының ойыншыларының еш мойымас берілмес қасиеттерімен еске қалды. Бірінші тайм толығымен Боруссияның иелігінде өтті. Дортмундтық ойыншылар 14 минуттың ішінде жауапсыз 4 гол соғып, матч тағдырын шешіп кеткендей көрінгенмен, Шальке футболшылары екінші таймда нағыз шоу жасады. 61-ші минутте Буршталер пресиж голын соқты деп комментаторлар айтып үлгермеп еді. 5 минут өтпей жатып, Амин Харит есепті 4-2-ге жеткізді. 86-ші минутте Калиджури есеп айырмасын 1 голға ғана қысқартқан соң төреші қосымша 5 минут қосты. Ал 94-ші минутте Роналдо Родригес 4-ші голды соғып, есеп айырмасын теңестіріп кетті. Осыдан кейін Шалькені аутсайдер деуге ауыз бармайды. Зидан өзінің бапкер ретіндегі алғашқы классикосы осындай болатынын білмеген болар. Рафаэль Бенитестің былықтырып кеткен істерінен кейін Реалға үлкен жәрдем керек болды. Бірінші айналымда Сантьяго Бернабеуде Барса Реалды 4-0 есебімен таптап кеткен болатын. Сондықтан Реалға кек алу үшін тек жеңіс қана керек болды. 56-ші минутте Пикенің соққан голынан кейін бұл тапсырма тіптен қиындап кетті. Дегенмен Бензиманың 5 минуттен кейін қашылап теуіп соққан голы Реалға керемет мотивация берді. 79-ші минутте Бейл тіпті баспен керемет таза гол соғып еді. Оны төрешілер есептемей қойды. Ал 85-ші минутте Криштиану фантастикалық гол соғып Реалға жеңіс сыйлады. жылғы Стамбулдағы финалды білмейтін футбол жанкүйері жоқ шығар. Бірінші таймда Милан Мерсисайдтықтардың қақпасына жауапсыз 3 гол соғып, үзілісте жеңісті қалай тойлайтындықтарын жоспарлап жатқан еді. Екінші тайм бастала салысымен Ливерпуль Рассанерилықтардың арманын күл-талқан қылды. Негізгі уақыт пен экстра тайм 3-3 есебімен аяқталды. Матчтен кейінгі пенальти сериясының нәтижесі бойынша Ливерпуль чемпион атанды. Футболда соңына дейін күресу керек деген ұғым осыдан шыққан болар. Және де футбол әлемінің нұсқасы бойынша менің ең сүйікті матчым Реал мен Атлетиконың 2014 жылғы финалдық кездесуі болар. 36-ші минутте Диего Годин есепті ашып, Атлетиконың тарихындағы алғашқы чемпиондар кубогының триумфына бір қадам жақындатқан еді.
Рамос өзінің қалыпты мәнерінде 94 минутте Симеоненің командасын сәйкесінше бір қадамға алыстатты. 110 минутте Гарет Бейл өзіне төленген 100 миллионды толық ақтаса, Роналду мен Марселоның голдары есепті 4-1-ге жеткізді. Ал корольді клуб чемпиондар кубогын рекордтық 10-шы рет жеңіп, Тесимаға қол жеткізді. Футбол төрешінің ысқырғынан кейін ғана аяқталады деген ұғым дәл осы матчқа сәйкес болар. Ал Реалға қарсы ойнаған кезде 90-шы минутте Рамостың қол аяғын скотчпен байлап тастау ғана дұрыс шешім болады. Достар, бұл жеке менің әзірге ең сүйікті мәңгі есте қалар матчтерім. Ал сіздер өздеріңіздің ең сүйікті 5 матчтеріңізді комментарияға жазыңыздар. Біз міндетті түрде бәрін оқып шығамыз. Келесі бейнероликтердің тақырыбын таңдап, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше достар, футбол бірінші орында.